Сәлем достар, бүгін распаковка шешек. Сіздерге Қытайдан алған заттарыма распаковка жасаймын. Каналыма тіркеліп қолдап қойыңыздар. Бірінші берген затымыз бұл аналарға арналған шкем болатын. Білесіздер ғой, алды ашылып жабылатын. Качествосы нормальный, хыбышный, бірақ жұқа болып келді, бағасына сай. Кейінгісі біздің бергеніміз футболка болатын. Қара футболка, качествосы бағасына сай, бірақ былай қатты күшті емес, созылмалы екен. Мен хыбышный деп ойлаған болатынмын, бірақ мен ойлағандай болмады, бірақ әдемі киюге болады. Кейінгісі распаковкамыз бізде шалбарлар, триколар десем болады. 2 трико скидкадан алған болатынмын. Качествосы киюге болады, бірақ анау айтқандай күшті емес. Сразу айта салайын. Ішіне синтетика қосылған, бірақ мен бұны скидкадан алған болатынмын. Скидкадан товарларды ойланып қарап алмасаңыздар, осындай хыбышный емес, таза емес киімдер аласыздар. Кейінгісі бізде аналарға арналған подкладка, грудой подкладканың многоразовый түрі. Бұны жуып қайтып қолдана бересіздер. Подкладкада одноразовыйда бір рет қолданып тастап жібересіздер ғой. Бұнда ондай емес. Бұда жуып қолдана бересіздер. Качествосы өте жақсы болып келді. Асты пластмасс гелевый, үсті гелевый жұмсақ. Денеге тиген кезде вообще былай ауыртпайды. Өте күшті. Кейінгі распаковкамыз бізде қызыма арналған боди кофта демекшімін ғой. Качествосы өте жақсы болып келді. Хыбышный, өзіме хыбышный заттар ұнайды негізі. Одан кейін әдемі, тура суреттегідей болып келді. И размері де қанағаттанарлық, өзіне сай болып келді. Айына сай болып келді. Қызыма жақсы әдемі тұрды. Қанаттары бар, өте сүйкімді көрінеді. Кейінгісі бізде кейінгі распаковкамыз футболкамыз. Мен елестеткендей суретте көрініп тұрғандай емес, бірақ киюге болады. Бағасына сай емес, бірақ. Кейінгі распаковкамыз бізде шалбар болатын. Мен ойлағандай болып шықты, бірақ размері кішкентай болып қалды. Өзінің размеріне сай емес, размері кішкентай. Бір размерге аяғы келсе екен. Кейінгісі екеуін бір жерден заказ берген екен, мен білмеппін. Екеуін бір жерге бір неге салып жіберген пакетке. Бірақ кофтасы деген өте әдемі, маған ұнады. Хыбышный, сәнді, әдемі. Ұнады маған, былайша айтқанда, бағасына сай. Кейінгі распаковкамыз бізде қазір көреміз. Тағы да футболка. Мен бұны күйеуіме заказ берген болатынмын. Оверсайз стильде, ақ және модный, өте әдемі. Хыбышный, матасы өте жағымды денеге. Бір хыбылар бар ғой, денеге қатты болып қалатын, ондай емес, әдемі. Кейінгісі бізде тағы да футболка өте көп берген болатын. Бұл қоңыр футболкам
өзінің размеріне сай болып келген жоқ. Бір размерге кішкентай болып келді. Сосын суреттегідей емес, суретте басқаша көрініп тұрады, неде келген кезде басқаша. Сол үшін қарап дұрыстап алыңыздар. Отзывтарын қарап, мен отзывтарын қарағанда оқыған жоқ едім, бірақ оларға да ұнаған болатын. Фирмадан заказ берген болатын. Кейінгісі бізде көйлек и шалбар. Мен бұны да білмеппін, бір жерден заказ берген екенмін. Рубашканың качествосы өте әдемі, өте жақсы болып келді. Качествосы қалай айтсам, турецкийге ұқсаған болып келді. Жылтыр, суреттегідей, дәл суреттегідей, ақшасына тұрарлық. Кейінгісі шалбары да жақсы, жылтыр, суреттегідей болып келді. Качествосы әдемі. Өзі қытайларда да качестволары болады ғой. Сол качествоның орташасы десем болады. Киюге болады. Солай әдемі, маған ұнады качествосы. Кейінгісі бізде аяқ киімдер бұл. Аяқ киімді мен қашаға 3.000-ға ма алдым. 2,5-3.000-ға тұстау деймін. Келуімен еще. Әдемі, сіңлімдікі. Өте әдемі, ұнады. Качествосы болады киюге. Кейінгісі бізде носкилер. Балаларыма носки алған болатын, 6 штук. Качествосы өте жақсы, маған ұнады. Бұл 500 теңге келуімен 700-800 теңге болды. Кейінгі аяқ киім. Бұл менің аяқ киім болса керек. Менің аяқ киім екен. Бұл брендовый аяқ киім еді. Качествосы маған ұнаған жоқ. Шынымды айтсам, мен бұны келуімен 5.000, 4.500 теңге, 4.500 теңге болды келуімен. Бірақ маған ұнаған жоқ. Кейінгісі бізде бутылка болатын. Балаларыма бутылка заказ берген болатынмын. Бутылканың качествосы өте қатты маған ұнады. Көңілімнен шықты. 2 түсім берген болатынмын. Әдемі продавец, өте әдемі борап жіберген, сынбай келген. Еще бұл шишалы хрустальды бутылка.